Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізге Nexia автокөлігі 2 келді. Арт жағынан бір жерінен су шығарып жатыр дейді. Қазір қай жағынан шығарып жатыр, соны іздеп табатын боламыз. Бізге алдыменен яма керек болады ау. Отыр екен. Қазір ямаға кіргізейік. Мінекей ямаға кіргіздік. Су қай жағынан ағып жатыр. Заглушка, трубка. Друзья, помпаның артындағы шланга. Помпаның артындағы шланга кеткен. Баклашына берейін ба? Бір ыдыс беріңізші. Бар ма сенде ыдыс? Қандай? Бак күй боласың. Елек кесілген. Заглушкасы жақсы. Ыдыс алып оны кескенеміз ба? Андай бос ыдыс болса дейтіп несін кесіп көрейік. Шаң бар ма? Кескенем. Бір оталдырып жіберіңізші көге. Tamam, üstünde kasal kırma olur bana. Бір оталдырып жіберіңіз, қай жерінен ағып атқан точнасын көріп алайық. Pompanın артындағы шлангыдан кетіп жатыр. Қазір бұны ашып. Болды, өшіріңіз. Мына помпаның артындағы шланга жыртылған ба, жарылған ба? Қазір соны көрейік, шешіп. Шлангы mı gel? Бір ыдыс болса ыдыс беріп жіберіңізші. Bıçağın var mı? Nerede diye patatko var. Мұны алдымен суын ағызып алайық. Так. Мына радиатор жақтан ағызып алайық. Мінекей достар, қазір радиатор жақтан шешіп кішкене болса да су азайсын. Кішкене болса да су азайсын. Жоқ, заглушка емес. Помпаның артындағы шланга. Қазір ашып көрейін. Мүмкін анау помпаның артындағы не бар ғой? Трубкасы болады. Сол трубкасы да шіріп кеткен болуы мүмкін. Сатылады, а? Иә. Крышка жабық тұр ма? Жабық тұр. Жабық тұрсын қазір. Ашайын ба? Жоқ, мен өзім аш деген кезде айтам. Так. Кішкене ашыңыз кішкене. Мінекей достар, бұл шлангыдан кетіп жатыр екен. Бұл шлангыны шешуіміз керек. Осыны ауыстырмасақ болмайды. Оны шешу үшін мынау тұрған пластмасс ар жағы саксофон дейді бізде.
Осы саксофондың мына жерде 2 болты бар, соны шешетін боламыз. Bir boltunu şeştik saksafonun. Енді екіншісін жоғары жақтан. Мынаны ұстай тұр. Саксофонның екінші болты мына жерде міне. Мына трубканың анық көрінсін, мына трубканың астында осы жерде екінші болты. Шешіп алайық. Мынақты түсірттім. Мінекей бұны саксофонды шешу үшін бізге 13 головка и 3 щетка керек. Болмаса шешілмейді бұл. Dostlar şişi bulduk. Енді мына трубканы сәл бері жылжытсақ, өзі шланг шығады. Болмаса шықпайды бұл. Мінекей трубкамыз жылжыды. Енді мынаны артында ісінасына шығарып аламыз. Мінекей достар, бұны саксофоннан шлангыны шығарып аламыз. Охо, мына жер жыртылған екен. Енді осы трубкасын ауыстырамыз. Қалған жерлері сол. Мінекей жіктер, бұның жаңасы келді. Осак дейді. 2-3 теңге тұрады екен. Трубканы қанттарын мынаған қоямыз енді. Мынаны бетіп қойсақ. Мынаны бетіп қоямыз. Енді бұны орнына салатын боламыз. Bunu canım kıttırmıyor musun? Неге жігіттер, мынау мысалы трубкаға қарайтын болсақ, бір жағы үлкендеу, мына жағы кішілеу болады. Бұның үлкен жағын саксофонға, кішкентай жағын помпаның артынан шыққан трубкаға жалғаймыз. Bir жағын салдық. Енді екінші жағын
Kıstıramiz. Сақтайын ба, кетемісің бе? Мінекей достар, оны орнына салдық. Енді мына жәндегі шешіп алған саксофонның астындағы болтын қатырамыз. Болты бар ма берді? Иә. Жәндегі 13 головканы бер жең. Енді жоғарысын. Антифриз қап қоғамын тұр болу. Мәшіне оталдыр жүріңіз.